Selam dostlar, men бүгін шарихаттарды айтып беремін. Туалетте жаман істерді айтып беремін. Лайк, подписка ешқандай нәрсе керек емес маған. Біріншісі, туалетте сөйлеуге болмайды. Әйтпесе періште сенің бір жақсылығыңды алып кетеді. Қанша сөйлесең, сонша жақсылығыңды алып кетеді. Ал және де туалеттің қасынан өткенде бісміллә деп өту керек. Әйтпесе шайтан қасыңнан еріп алады. Және де дәрет алатын кезде бісміллә деп айту керек. Ал тамақ жеген кезде бісміллә деп жеу керек. Әйтпесе қасында шайтан жеп отырады. Және де ешкімді боқтап, жаман сөз айтып, бүйтіп мазақтауға болмайды. Әйтпесе тозаққа барасың. Жәннатқа барудың жолдарын мен үйренуім керек әлі. Сондықтан достар, осы менің нелерімді біліп жүріңіздер. Және де үйде қорада ысқыруға мүлдем болмайды. Ата-анаңызды немесе өзіңізді жындырып кетеді. Достар, осындай менің видеома лайк керек емес негізі.